Ассалаумағалейкум достар. Арабтардың Испанияны жаулап алуы 711-18 жылдарда исламның пайда болуы сол кездегі Арабия көшпенділеріне зор күш-қуат берді. Бұл жерлерде Иран мемлекеті де, Рим империясы да ешқашан үлкен қауіп күткен емес. Енді осы жерде империяның шығыс бөлігі провинцияларды жаулап алған жаңа діннің қанаттары мен магометтердің ұлы жаулап алулары басталды. 636 жылға қарай ең бай Сирия ақыры құлады. 2 жылдан кейін Иерусалим, Месопотамия және де Иран, ал сәл кейінірек Египет халифаттың бақылауына алынды. Бұл солтүстік Африка кезегі және де халифаттың Карфаген ақыры құлаған кезде 689 жылы бұл мәселені шешті. Гибралтар жағалауындағы шағын Сигута қаласы ғана басып алынған жоқ. Бірақ бұл уақыт мәселесі болды. Халифа Муса ибн Нусайр жергілікті бербарилерді бағындырып, оларды исламға алып келді. Олардың кішіпейілділігін қол жеткізу үшін Муса оларға араб жорықтарымен сансыз қазыналарды қатысуға уәде берді. Аңыз бойынша Испанияны басқарған вестготтардың патшасы Родриго бұған дейін де Сигута билеушісі Илияға өлім жазасын кесілген және де кек алғысы келген адам. Арабтарға көмекпен плот ұсынған, барбарилерді тонау мүмкіндігін беру, осылайша уәделерін орындау және де Ильяның мәселесін шешу. Бұл Мұса үшін тағдырдың сыйы болды. 7000 барбарилерді бастапқыда тек тонаушы ретінде жоспарлаған жорық үшін әскердің негізіне айналды. Барбарилердің соғысы сол кезде либералдардың ар жағында не болды? Онда олар мұндай шабуылға мүлдем күтпеген еді. 5 ғасырда Иберия түбінде жоғарғы әскери әкімшілік билікке айналған вестготтарды басып алған. Ол кезде саясаткерлерден гөрі жауынгерлер болды және де 2 ғасырда вестготтар жергілікті тұрғындарға жақындамады, тіпті одан да көп оқшауланып тітіркенуді тудырды. Әскери күш оларға жек көрінішпен қараған, қоғамның шынында қалауға мүмкіндігін берді. Тіпті жергілікті вестготтардың некеге тұрмаған роман ибериялықтармен ескі Рим дворян басқалармен астулар бұл жерлерде вестгот тек роман өркениетінің жетістіктерін пайдаланды, басқашылар екенін есте сақтап анық көрді. Сондықтан арабтар келгеннен кейін жергілікті тұрғындар вестгот күшті жаумен күресуге мүмкіндік берді. Патша Родриго билік еткен вестготтардың өздері арасында біраз уақыт бұрын күшпен және де құқықсыз билікті басып алған бірлік болған жоқ. Ол қоршаған ортаның шынайы қолдауын пайдаланбады. 711 жылы Тарик ибн Заид басқарған араб барбари әскерлері Испанияға келіп жағалауды көңілі тонады. Мұса даңқ пен қазынаның қаншалықты оңай болатындығын көріп, кем дегенде 5000 жауынгерді тірек осындай жомарт жерге енуді қалады. Осы уақытта Толедоға Родриго 33 000 адамға дейін әскер жинады. Bir қарағанда арабтар елеулі табысқа ие алмады. Тарих әскерлері 19 жылдың 23 немесе 711 жыл шілдесінде Гибралтар өзенінің жанында жиналды. Ұрыс барысы туралы аз мәлімет бар. Родриго ағайындылар өздерінің саяси бәсекелестігінен кетті. Шамасы жақындаған кеткен қарақшылардың есебі бұл мәселені шешуге үміттенген шығар. Араб тарихшылары Родриго патша қалай өлтірілгені туралы бұтырық суреттер салады. Ахмед әл-Макари былай деп жазады: тарих Родригоды байқады. Ол кезде жақындағанда бұл христиандардың патшасы деді және де өз аборигендеріне Родригоға болды. Россияны мұны көрген тарих патшаға жеткенде жаулардың қатарына өтіп, оны қылышымен жарақаттап, оны өлтірген жоқ. Родригоның адамдары олардың патшаның құлағанын және де оның күзетшілері бұтырып кеткенін көргенде шегіну жалпыға ортақ болды және де жеңіс мұсылмандарға қалды. Көшбасшыдан айырылған армия нақты қарсылық көрсетпеді және де бұзылды. Бұл эпизод дұрыс сипатталған немесе бәрі басқаша болған ақпарат жоқ. Дәл бір нәрсе, вестгот христиандардың толық жеңіліске ұшырады. Келесі жылы тағы 18 000 араб Испанияға келіп түбекті басып алу бастады. Жергілікті халық арабтармен ауқымды күресті бастаған жоқ. Қалалар қоршалғаннан кейін бірден қайта бірінен соң бірі бас тартты. 5 жыл ішінде магометтердің Испанияны көп бөлігін бақылауға алды. Тек басқалар мен астулар одан да көп немесе аз қарсылық көрсетті. Арабтардың икемді саясаты оларға вестготтардың бұл даңқты көрсетпеген жерде салыстырмалы түрде оңай нығаюы мүмкіндік берді. Діни өзімділік пен салық жеткілікті халықтарды араб жағына бұрды.
солтүстік бара жатқан арабтардың тек францияның оңтүстігінде 732 жылы путе шайқасында шарльдің атасы карл марте жеңіп алған кезде тоқтата алмады. Егер мұны 711 жылы бестіготтар жасай алса, арабтардың Испанияны тонаудан және де оны жаулап алудан бас тартуы мүмкін. Ал христиандардың Иберия түбін жоғалтқаннан гөрі Жерорта теңізінің ықпалы едәуір үлкен көлемге сақталуы мүмкін алды.